Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Видеоға кіріспес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі тақырыпта біз құлақ анатомиясын талдайтын боламыз, яғни органум vestibula cochlearia. Ондағы құлақтың үш бөліміне толығымен тоқталатын боламыз, яғни сыртқы құлаққа, ортаңғы құлаққа және ішкі құлаққа. Сонымен қоса есту анализаторына және де статокинетикалық анализаторларға тоқталатын боламыз. Жалпылама айтқанда, құлақ анатомиясындағы құрылымдарды толығымен қарастырып, осы видеодан біліп шығатын боласыздар. Ал ендеше кеттік. Ендеше әр бөлімге жеке тоқталатын болсақ, бірінші кезекте сыртқы құлақтан бастайық. Сыртқы құлақ аурис экстернаның өзі негізгі үш құрылымнан тұрады. Бұл көріп тұрғанымыздай дыбыстарды жинақтаушы, яғни құлақ қалқаны аурикуля. Ол ішке қарай құйғыш тәрізді, яғни воронка тәрізді өте келе сыртқы есту жолына жалғасады. Meatus acousticus externusқа және Meatus acousticus externus өз кезегінде ортаңғы құлақтан дабыл жарғағы арқылы, яғни мембрана тимпаника арқылы бөлініп тұрады. Сонымен қоса бұл мембрана тимпаника ортаңғы құлақтың алты қабырғасы бар, соның латеральды, яғни сыртқы қабырғасын түзуші болып табылады. Және айтып кететін нәрсе, сыртқы құлақта құлақ қалқанының жоғарғы бөлігі бұл шеміршекті болып табылады. Ұстап көрсек болады, терінің астында тікелей шеміршегі бар. Және де төменгі бөлігінде бізде шеміршек болмайды, майлы тінден тұрады. Мына жерден де көрсек болады. Мынау шеміршек, тері, шеміршек, майлы тіндер. Төменгі бөлігінде үлес жүйесінде, яғни лобулус аурикуляда да, яғни шеміршегі болмайды. Және де екінші құлақтың бөлімі бұл ортаңғы құлақ аурис медиа. Аурис медианың жаңа айтып кеткен дабыл қуысы кавитас тимпанидан тұрады. Мына қуыс дабыл қуыс деп аталады. Және ол жұтқыншақтың, яғни мұрындық бөлігі парс назалис, яғни фарингиспен байланысатын туба аудитивадан тұрады. Бұл туба аудитива не десек, яғни біз анатомияда өткен болатынбыз. Каналис мускула тубариус бар тұғын. Сол каналис тубариуста осы туба аудитива немесе автордың атымен Евстахиев түтігі деп аталады. Бұл атмосфералық сыммен осы дабыл қуысындағы ауаның қысымын, яғни бір-біріне теңестіріп отыратын түтік болады. Және жаңағы каналис мускула тубариустың каналис мускулярисінің бөлігінде бізде, яғни бұл шөгет мускулус тензор тимпани болады. Және ортаңғы құлақтың енді тақырыбымызға оралатын болсақ, үшінші яғни құрылымы бұл емізікшелі ұяшықтар селула мастоидия. Ол қандай ұяшықтар десек, самай сүйегін өткенде біз артқы бөлігінде құлақтың процессус мастоидиусты еске түсіреміз. Процессус мастоидиусты егер кесіп қарайтын болсақ, көптеген ұяшықтардан тұрады артқы бөлігінде. Сол ұяшықтар бізде селула мастоидия деп аталады. Келесі бұл ішкі құлақ. Ішкі құлақ, мына жерде көріп отырғанымыз үзеңгінің, яғни негізі ішкі құлақпен байланысады. Міне лабиринт, ұлу, кохля, ұлу қабыршағына ұқсас болып келеді және кіреберістен тұрады. Вестибулем және жартылай дөңгелек өзектер каналис циркулярис оссидан тұратын болып келеді. Бұл жерде жартылай дөңгелек өзектер мен негізгі мына ұлуды екеуін байланыстырып тұратын кіреберіс вестибулем болып табылады. Вестибулемнің сопақша терезесімен бізде жаңа айтып кеткен мына үзеңгінің негізі, яғни базис стапедис, яғни байланысатын болып келеді. Ендігі бұл барлығын айтып келе, сыртқы құлақтың, ортаңғы құлақта және ішкі құлақтың бізде кохлея, есту анализаторы, яғни есту қызметіне қатысады. Ал кіреберіс вестибулем және жартылай дөңгелек өзектер бізде статокинетикалық қызметке қатысады екен, яғни тепе-теңдік сақтауға. Осыны нақты біліп жүруіміз қажет. Және де мына жерде нервус фациалисті көреміз, нервус, яғни кохлеаристі көреміз, нервус кохлеарис, нервус вестибуляристі көреміз. Екеуі бірігіп нервус вестибула кохлеаристі түзеді.
ал миатус акустикус интернустан, яғни бас сүйегінің іш жағынан 7-ші және 8-ші жұп бас ми нервтері, жаңағы нервус фациалис пен нервус вестибула кохлеас бірге бас сүйек қуысынан шығатын болып келеді. Келесі кезекте құлақ қалқанын талдап кетейік. Бұл аурикула деп аталады. Оның сыртқы жиегінде хеликстан тұрады. Және құлақ шиыршығы өзіне қарама-қарсы міне кішігірім антихеликстан қарсы бүртіктен тұрады. Олардың аралығындағы туберкулум аурикуланы көреміз. Және қарсы бүртік антихеликс бізде алға қарай бағытталып екі аяқшаны береді. Крура антихелицис олардың аралығында фосса, яғни триангулярис болады. Фосса триангуляристен артқа қарай, яғни крура антихеликста байқасақ болады. Және құлақтың мынау сыртқы есту жолы миатус акустикус экстернустың алдыңғы бөлімінде трагус бар. Бұл бүртік козелок деп аталады. Және оған қарама қарсы дәл антитрагусты бар байқаймыз. Және олардың арасында орналасқан инзизура антитрагиканы көрсек болады. Және де миатус акустикус экстернусқа енбей тұрып, конха аурикулянда байқасақ болады. Өздеріңіз бұл жерді жақсылап қайталап алсаңыздар болады, қатты қиындығы жоқ деп ойлаймын. Және мына жерден лобулус аурикуланы көреміз. Бұл құлақтың шеміршегі жоқ бөлімі. Бұл жерде тек тері, оның астында май тіндері болады. Ұстап көретін болсақ, жаңа айтып кеткен болатынмын. Ендігі бұл сыртқы есту жолы. Сыртқы құлақтың екінші бөлімі миатус акустикус экстернус 3/1 бөлігі, яғни шеміршекті бөлімнен 3/2 бөлігі, яғни ішкі, бұл сүйекті бөлімнен тұрады. Ал ішкі қабатын бізде тері жауып жататын болады. Енді оның шеміршекті бөлімінде көріп тұратын болсақ, картилагу миатус акустикиді көреміз. Және де көптеген шаш түктері, май бездері болады. Сонымен қоса құлықты өндіретін бездер болады. Ал сүйекті бөлімі өте жұқа болып келеді. Бұл жерде май тіндері болмайды астында. Сол себепті біз құлақ тазалағышпен де тазалаған кезде бұл жерді жарақаттап алуымыз мүмкін. Және ол ішке қарай бағыттала келе, яғни тері, яғни дабыл жарғағының сыртқы бетінде жабатын болып келеді. Маңызды еске салатын нәрсе, бұл дабыл жарғағының сыртқы миатус акустикус экстернусқа қараған беті терімен жабылады. Яғни мынау миатус акустикус экстернусты жауып келе, бізде сыртқы бетін жауып кетеді терімен дабыл жарғағының. Ал дабыл қуысына қараған беті ортаңғы құлақ жақа. Бұл шырышты қабықпен, яғни жабылатын болады. Және дабыл жарғағы мембрана тимпаника, жаңа айтып кеткен, бұның өзі тартылған бөліктен парс тенза, және бос бөлік, әлсіз бөлігі парс флассидадан тұрады. Дабыл жарғағы пішіні бізде дөңгелек пішінді, өте жұқа құрылым болып келеді. Оның жиегі лимбус мембрана тимпани деп аталады. Және де ортасында көріп тұратын болсақ, ішкі жағынан бізде есту сүйекшелері бар тұғын. Олар тізбек түрінде орналасады. Бұл балғашық төстік үзеңгі сүйектері деп аталады. Дәл осы балғашық сүйегінің бізде яғни тұтқасы болады. Сол тұтқасы арқылы дабыл жарғағына тікелей жанасып жатады міне. Манубриумали. Ал оның бос жатқан жегі төмен қарай бізде умбо деп аталады. Умбо мембрана тимпани. Яғни дабыл жарғағының кіндігі. Және жоғары жағында бұл балғашықтың процессус латералис малиді көрсек болады. Балғашықтың сыртқы өсіндісі латеральды. Және крус лонгум инсудисті көрсек болады. Және де мына жерде жарық конусын көреміз. Жарық конус қай кезде көрінеді? Яғни оториноларинголог дәрігерлер жарықпен жағып қараған кезде құлақты сол жағдайда бізде конус түзеді. Ол осылай көрінетін болып келеді негізінен. Келесі кезекте ортаңғы құлаққа аурис медиаға тоқталатын болсақ, негізгі 3 құрылымнан тұрады. Бұл дабыл қуысы кавитас тимпани, емізікшелі ұяшықтар селула мастоиде және туба аудитива есту түтігі. Бізде мына көріп тұрғанымыз дабыл қуысы ішінен толығымен дерлік шырышты қабықпен қапталған.
яғни дабыл жарғағы мембрана тимпаниканы осыдан байқауға болады. Ішкі жағы, яғни ортан құлаққа қараған жағы шышты қабықпен, ал сыртқы құлаққа қараған жағы мынау миатус акустикус экстернусқа терімен қапталған. Және де мына жерден балғашық сүйегін көреміз, малли, төстік сүйегі, инкус және де стапес үзеңгі сүйектерін көреміз. Балғашық сүйегінің басы және де мойны бар, сонымен қоса тұтқасын көреміз, латералды өсінділері бар. Дәл осы манубриум малли, балғашық сүйегінің тұтқасы, бізде дабыл жарғағымен тікелей жанасып жатқан болып табылады. Және де оның бос жатқан жиегі умбо мембрана тимпани деп аталады. Және балғашық сүйегінің өзінің бос жағы бар, бұл мускулус тензер тимпани деп аталады. Төстік сүйегімен байланысады, яғни артикуляция инкуда малиарис арқылы. Бұл диартроздар қозғалмалы байланыстар болып келеді. Және де инкус өз кезегінде стапеспен, яғни үзеңгімен артикуляция инкуда стапедиалис арқылы байланысады. Бұл да диартроздар қозғалмалы. Және де мынау балғашық пен дабыл жарғағы бізде синдесмоздар арқылы, себебі бұл мынау сүйек және фиброзды тін болады. Бұл синдесмоз деп аталады. Ал сүйек пен сүйек диартроз. Мына жерде де диартроз, ал ішкі құлақта, яғни вестибулум креберс бар, сол жерде дөңгелек терезе және сопақша терезе орналасқан. Форамен овале сопақша тереземен осы үзеңгі сүйегінің бізде негізі тікелей жауып жататын болып келеді. Үзеңгі және креберс екеуінің арасында да синдесмоз орналасқан. Және де механикалық тербелістердің энергиясы осы жерде дабыл жарғағындағы тербеліс есту сүйекшелерінің осы тізбегі арқылы өтіп вестибулумға үзеңгінің негізі арқылы ішкі құлаққа берілетін болады негізі. Және де мына жерден рецессус эпитимпаникусты көрсек болады. Бұл дабыл қуысының жоғарғы шетіндегі бір қалта болып келеді. Бұны да жақсылап біліп алғандарыңыз жөн. Және ортан құлақ аурис медианың 6 негізгі қабырғасы бар. Бұл жаңа айтып кеткен латеральды қабырғасы мембрана тимпаника, бұл басқаша парис мембрана сеус деп аталады. Және оған қарама-қарсы медиалда шекарасы бар, бұл парис лабиринтикус деп аталады. Төменгі шекарасы парис югулярис, себебі мойындырық деп аталу себебі фосса югулярис орналасатын жерде, ол жерде ішкі мойындырық венасы, яғни вена югулярис интерна орналасады. Сол себепті парис югулярис деп аталады. Және жоғары жағында өте жұқа болып келетін біздегі парис тигменталисті көреміз. Және де мына жерден біз алдыңғы артқы қабырғаларын көре алмағандықтан, мынау артқы қабырғасы негізі, бірақ мына жерден жақсылап көрсек болады. Артқы қабырғасы мынау селула мастоидия, көптеген ұяшықтарды көріп тұрмыз, бұл селула мастоидия. Ал парис мынау мастоидиум және парис югулярис, алдыңғы қабырғасы парис каротикус деп аталады. Парис каротикус деп аталу себебі бұның алдыңғы бөлігінде каналис каротикус орналасады. Яғни ол жерде ішкі ұйқы артериясы орналасқан болып табылады. Және алдыға қарай бағытталып, бұл дабыл қуысының қабырғасы. Көріп тұрғанымыз каналис мускула тубаристі көреміз. Бұл туба аудитива және мускулус тензер тимпани өтетін бұл қуыс. Және де мына жерден жартылай иірімді өзекшелерді көріп тұрмыз. 3 жартылай иірімді өзекше бар. Бұл каналис семициркулярис антериор, постериор, латералис. Бұны ішкі құлақта қазір талдап өтетін боламыз. Ал мынау жаңа айтып кеткен сопақша терезе, міне, сопақша терезе үзеңгінің жаңағы негізі, яғни базис стапедис, осыны жауып жататын болып табылады үстінен былай. Міне, базис стапедис, мына жерде форамен овале орналасқан болады. Мынау форамен ротундум, мына жерде оны мынау мембрана форамен ротундумды жауып жатады. Ал келесі слайдтан біз ортан құлақтың 6 қабырғасын жеке-жеке қандай құрылымдар орналасқандығын айтатын боламыз. Бұл яғни сыртқы қабырғасы бұл парис мембрана сеус дабыл жарғағының ішкі, яғни бетімен түзіледі. Ішкі қабырғасы парис лабиринтикус, ішкі құлаққа қарай бағытталған лабиринтке. Бұл жерде көптеген шығыңқыларды көрсек болады. Бұл проминенция каналис семициркулярис латералис, жаңағы жартылай иірімді өзекшенің 3 яғни түрі бар. Бұл жоғарғы, ортаңғы, төменгі жартылай иірімді өзекшелер
дәл сол латеральды жыртқы иірімді өзекшеге біздің самай сүйегі өзі контур түзеді. Сол контур осы жерден де көрінеді. Және де 7-ші жұп бас ми нервіне де контур түзеді. Prominentia canalis facialis. Келесі промонториум, мүйіс төмпешігі, иә. Және дөңгелек және сопақша терезелерді көреміз. Бұл форамен вестибуль сопақша терезе мына бізде үзеңгі жауып жататын, және форамен ротундумды көрсек болады. Сонымен қоса жоғары жағында парис тигменталисті байқаймыз, ал төменгі жағында парис югуляристі. Парис югулярис бұл жерде мойындырық, яғни шұңқыры орналасады. Мойындырық шұңқырында ішкі мойындырық венасы орналасқан болып табылады. Және артқы қабырғасы, міне көріп отырғанымыз селломастоидиум, парис мастоиде деп аталады. Парис мастоидияға біз, яғни каналис целлулаға өтуіміз үшін, ұяшықтармен байланысуымыз үшін көріп тұрған үңгірмен өтеміз. Рецессус эпитимпаникуста орналасқан бұл адитус адантрум мастоидиум деп аталады. Осы арқылы селломастоидиуммен байланысады. Және де алдыңғы қабырғасы парис каротикус, бұл жерде ішкі ұйқы артериясының өзегін және ішкі ұйқы артериясының өзін де көрсек болады. Ал дабыл қуысының бөлімдеріне тоқталатын болсақ, жаңағы рецессус эпитимпаникум, яғни эпитимпанум, және де ортаңғы бөлігі бұл мезотимпанум, дабыл жарғақ деңгейінде орналасқан, және де жоғарғы бөлігі эпитимпанум, бұл төменгі бөлігі гипотимпанум деп аталады. Дабыл жарғағының төменгі шетінің астында орналасқан. Оны да біліп жүргендеріңіз қажет, қосымша ақпарат. Және де келесі дабыл қуысында орналасқан есту сүйекшелерінің тізбегі, бұл балғашық маллеус, оның басын және мойнын, алдыңғы өсіндісін және бізге көрінбей тұрған латераль өсіндісін және де манубриум маллейді көрсек болады. Және ол төстікпен инкуспен өзара артикуляция инкуда малиарис арқылы байланысады. Диартроз қозғалмалы байланыс. Ал төстіктің бізде денесін корпус инсудисті және қысқа өсіндісі крус бревис, қысқа аяғы, және ұзын аяғы крус лонгусты көреміз. Крус лонгус бізде мына үзеңгінің, яғни басы капут стапедиспен байланысады, яғни артикуляция инкуда стапедис арқылы. Бұл да диартроз болып табылады. Үзеңгі бізде екі аяғы бар, бұл крус антериор және крус постериор, алдыңғы және артқы аяқтары, және негізі базис стапедис бар. Базис стапедис жаңағы форамен овалені толығымен жауып жататын болып табылады. Яғни бізде механикалық тербелістер және дыбыс тербелістері дабыл жарғағына жетеді. Сыртқы есту жолы арқылы сыртқы есту жолынан жеткеннен кейін дабыл жарғағы тербеледі. Дабыл жарғағы тербеліп, ол манубриум маллей арқылы бізде балғашыққа береді. Балғашықтан артикуляция инкуда малиарис арқылы төстікке, төстіктен оның ұзын аяқ, яғни аяқшасы крус лонгум арқылы артикуляция инкуда стапедис арқылы үзеңгіге беріледі. Үзеңгінің негізі арқылы форамен овалиге, ал форамен овали өз кезегінде бізде ішкі құлақта орналасқан баспалдақтар бар. Ол баспалдақтың ішінде перилимфа деген сұйықтық бар. Сол перилимфа сұйықтығын, яғни қозғалысқа келтіруге, яғни қатысады. Оны қазір ішкі құлақта айтып кетемін сіздерге. Келесі есту сүйекшелері астикула аудитисті толығымен қарап алсаңыздар болады. Бұл балғашық, төстік және үзеңгі сүйектері. Келесі бұл туба аудитива, есту түтігі. Есту түтігі атмосфералық ауа мен дабыл қуысындағы ауаның балансын реттеуге қатысатын негізгі құрылым. Мұның өзі екі бөлімнен тұрады. Ішкі, яғни көріп тұрғанымыз парс осса туба аудитива, яғни сүйекті бөлігі, және шеміршекті бөлігі парс картилагине туба аудитивадан тұрады. Сонымен қоса оның дабыл қуысына ашылатын тесік остеум тимпаникум туба аудитива деп аталса, ал жұтқыншақтың мұрындық бөлігіне ашылатын бөлімі парс фарингум туба аудитива деп аталады. Сонымен қоса бізде самолетке мінген кезде көбіне құлағымыз бітеліп қала береді. Бұл ненің себебінен, яғни атмосфералық ауа мен дабыл қуысындағы яғни ауаның бізде дисбалансы орын алады.
және де бізге осы кезде тамақ береді, немесе аузыңызды ашып отыруыңызды сұранады, иә. Соның арқасында мына бұлшықеттердің бізде жиырылуы орын алады. Ал бұлшықеттер жиырылса, бізде осы яғни туба аудитиваның қуысы кеңіп, ауаның яғни жетуі оңай болады. Яғни атмосферадағы ауа мен дабыл қуысындағы ауа теңесетін болады, қысқаша айтқанда. Бұл қандай бұлшықеттер? Бұл мускулус тензор вели палатини, жұмсақ таңдайды керу бұлшықет, және де мускулус сальфинга фарингеус түтік, яғни жұтқыншақ бұлшықеті. Сонымен қоса жұтқыншақтың мұрындық бөлігінде біз екі бадамшаны алып қарастырамыз. Бұл танзилла тубаре, осы есту түтігінің жұтқыншаққа қараған тесігінің, яғни бетінде, және жұмсақ таңдайдың арасында екеуінде осы түтікшелік бадамша без, миндалиналар орналасатын болып келеді негізінен. Сонымен қатар, дәл осы Евстахиев түтігінің кішкентай балаларда, яғни педиатрияда қабынуы жиі кездеседі. Бұл көбінесе Евстахит деп аталады. Және де бұның негізгі себебі, кішкентай балаларда Евстахиев түтігі үлкен ересек адамдарға қарағанда қысқа болып келеді, және де диаметрі кең. Бұл өз кезегінде инфекцияның осы түтікке оңай түсуіне жол береді. Егер де бұны емдемесе, евстахитті, кішкентай балаларда асқыну орын алуы мүмкін. Асқынып кеткен жағдайда ол ортаңғы құлақтың, яғни атиті немесе адитус адантрум арқылы бізде артқа, яғни селла мастоидиумға қарай өтіп кетуі мүмкін, ірің ұяшықтарға қарай. Және де біз білеміз, осы процессус мастоидиус арқылы мускулус стernocleiда мастоидиус бар, мойнымызды оңға және солға бұруға қатысатын ең мықты бұлшықеттердің бірі. Сол бұлшықеттің сыртында футляр болады. Сол футлярдың бойымен бізде төмен түсу мүмкін, ірің, және де жұтқыншақ маңы клетчаткалық кеңістікті қабындыруы мүмкін. Егер де одан да қатты асқынып кететін болса, бізде артқы, яғни көкірек аралықты да зақымдауы мүмкін. Осындай асқынуларды біз ортаңғы құлақта көруімізге болады, көбінесе кішкентай балаларда. Келесі кезекте бұл ішкі құлақ аурис интерна. Яғни аурис интернаның өзінің екі, яғни бөлімнен тұрады. Бұл сүйекті лабиринт, лабиринтус осеус, және жарғақты лабиринт, лабиринтус мембраносеус. Жарғақты лабиринт сүйекті лабириттің ішінде орналасқан құрылым, және де сүйекті лабириттің контурын, мына контурды көріп тұрғанымыз, бізде самай тәрізді сүйектің өзі түзеді. Самай тәрізді сүйек түзетін болып табылады. Және де осы сүйекті лабириттің бізде негізгі құрылымдар бұл ұлу кохля деп аталады, және жартылай иірімді өзекшелер, бұл статокинетикалық функцияларды атқарады, және оларды байланыстыра тұратын бізде кіреберісті алып қарастырсақ болады. Жартылай иірімді өзекшелердің өзі алдыңғы, артқы және латеральды деп бөлінетін болып келеді. Келесі бұл ұлу тәрізді сүйек, яғни ұлу дейміз, немесе кохля. Бұл көріп тұрғанымыз толығымен осылай көрінеді. Бұл ұлу қабыршағы секілді кохля, және жартылай бізде кескінін көрсек болады астынан. Ал енді осыны қалай жақсылап түсініп аламыз десек, бірінші кезекте ұлу өзегінің осьтік тірегі болады. Дәл ортасында тірегі бұл мадиолюс деп аталады, немесе ұршық, міне мадиолюс. Ал мадиолюсті спираль түрінде айналып, бізде жоғарғы шетіне дейін спиральді сүйек табақшасы болады, міне. Если екеуін бізде кигізіп, яғни қарайтын болсақ, осындай құрылым түзетін болып келеді. Жанындағы сүйекті, яғни спиральді сүйек табақшасы, ал ортасындағы тірегі бұл мадиолюс. Ал мадиолюстың астыңғы жағына қарайтын болсақ, көптеген трактус спиралис фараминозусты көреміз, тесіктерге бай спиральді жол. Бұл негізгі, яғни нервус кохляристің бізде талшықтары болып келеді. Және де осы мадиолюс пен спиральді сүйек табақшасының үстіңгі жағынан біз ұлуды кигізетін болсақ, осындай құрылым түзіледі. Ал төменгі жағынан осының жартылай кескінін көрсек болады. Сонымен қоса ламина спиралис осса, міне, бізде мына жерде екі
баспалдаққа бөледі. Бұл скала вестибули және скала тимпани деп аталады. Скала вестибули спираль түрінде айнала бізде жоғарғы шетіне дейін, жоғарғы жағына дейін перилимфа деген сұйықтық болады құрамында. Скала вестибули немесе мына жерден скала вестибули және скала тимпани бар бізде. Бұл жерде де перилимфа сұйықтығы. Бұлардың айырмашылығы скала вестибули арқылы спиральды түрде перилимфа сұйықтығы жоғарғы қарай бағытталып қозғалысы, ал мынау хеликотрема яғни ұлу саңылауы деңгейінде ол скала тимпанидағы перилимфа сұйықтығына өтеді екен, осы қуыстарда орналасқан. Және де мына кохлея ұлу 2,5 айналым түзе отырып, осылардың үстіңгі жағынан жауып тұрады. Мына жерден көрсек болады. Бұл ұлу ортасындағы магиолюс және спиралис ос, яғни ламина спиралис осса мына жасылмен көрсетілген екі баспалдаққа бөледі. Мына суреттен де көрсек болады. Бұл ламина спиралис осса, ал мынау дөңгелек болып тұрған бұл ұлу кохлея. Дәл осы скала вестибули және скала тимпаниға бөлгендіктен бізде ламина спиралис осса алдыға қарай бағытталып, міне өз кезегінде жарғақты лабиринтті түзетін құрылымдар бұл оның жалғасы болып табылатын базилиарлы табақша ламина базилиарис және де скала вестибули мен бізде ортасындағы дуктус кохлеарис яғни ұлу өзегі де бар. Оны бөліп тұратын рейснер жарғағын көрсек болады. Мембрана вестибулярис рейснер. Және де мына жақта бізде парис васкулеза деген бар, қан тамырлық яғни бөлігі болып табылады. Сонымен қоса бұл жерде айтып кететін нәрсе скала вестибулиде перилимфа сұйықтығы жоғарғы қарай бағытталатын және скала тимпаниде бізде төменге қарай бағытталатын негізгі перилимфа сұйықтығы болады. Және де сол перилимфа сұйықтықтарының тербелісі нәтижесінде мына парис вестибулярис дуктус кохлеарис яғни рейснер мембранасы тербелісі жүзеге асады және төменгі жағынан ламина базилиарис. Осылардың арқасында эндолимфа сұйықтығы қозғалысқа келтіріледі. Ал оның қозғалысын бізде мембрана тектория яғни жабынды мембрана бар. Осы мембрана сезу нәтижесінде бұл жерде көптеген кірпікшелер арқылы мембрана текторияға жанасып жатады. Ал эндолимфа сұйықтығы қозғалған жағдайда осы кірпікшелерден бізде біріншілік жүйке импульстары пайда болады. Мына жерде перифериялық жүйке және бірінші нейрон осы жерде орналасқан. Есту жолының біріншілік нейроны яғни ганглион спирали кохлея. Ал екінші нейрон, яғни есту жолының екінші нейроны, бұл ромб тәрізді шұңқырдың артында жоғарғы үшбұрышта орналасқан десек болады. Көптеген перифериялық жүйкелер ганглион спирали кохлея бірінші нейрон және де нервус кохлеарис бізде нервус вестибуляриспен бірігіп миатус акустикус интернустан нервус фациалиспен бірге 7-ші және 8-ші жұп нервтер шығатын болады. Ал мына құрылым бізде негізі кортиев яғни мүшесі деп аталады. Міне кортиев мүшесін толық қарайтын болсақ, мына жерде кортиев мүшесіндегі мембрана тектория және де мына жерде бағаналы жасушаларды көреміз. Тірек жасушаларын, мынау бағаналы жасушалар мен бағаналы жасушалар өз кезегінде кортиев туннелін құрайды. Мына кортиев туннелі, тірек жасушалары, сонымен қоса ішкі және сыртқы шашақты жасушалар, немесе кірпікшелі жасушалар ғой, бұл айтып отырғанымыз жаңағы кірпікшелері бар. Бұл негізгі кортиев ағзасының жасушалық құрамы болып табылады. Және де келесі кіреберіске тоқталатын болсақ, сопақ терезеден, дөңгелек терезеден тұрады. Мынау форамен овали және форамен ротундум. Форамен овалияны, яғни базис топедис үзеңгінің негізі жауып жатады, ал форамен ротундумды бізде мембрана жабады. Ал форамен ротундумның негізгі қызметі қандай десек, перилимфа сұйықтығы яғни қозғалысқа келеді, осыны яғни басу болып табылады. Яғни қозғалысын бәсеңдету. Және ішкі құрылысын қарайтын болсақ, кіреберісте сферикалық қалтамен
эллиптикалық қалталарды көреміз. Эллиптикалық қалта және сферикалық қалта, сонымен қоса ұлылық оңғыл. Бізде сферикалық қалтада утрикулюс орналасқан, бұл жатырша деп аталады, және рецессус сферикуста саккулюс орналасқан. Оны мына яғни анатомиялық суреттен көрсек болады. Бұл жерде лабиринтус астеус және лабиринтус мембранасеус анық көрінеді. Көкпен көрсетіліп тұрған бұл лабиринтус мембранасеус жарғақты, яғни лабиринт, ал ақпен міне көрсетіліп тұрған бұл лабиринтус астеус сүйекті лабиринт. Ал мына сүйекті ақтың сыртындағы бұл бізде самай тәрізді сүйектің өзі. Яғни бұл лабиринт ішкі құлақта орналасқан сүйекті және сүйекті лабиринт самай тәрізді сүйектің пирамидасында орналасқан болып келеді. Бізде сүйекті лабиринтті самай тәрізді сүйектің өзі түседі, яғни контурын. Мынау утрикулюс және саккулюс жаңа айтып кеткен болатынбыз. Енді кезекті бұл жерде нені талдаймыз? Ақпен көрсетілген, яғни лабиринтус астеусте бізде перилимфа сұйықтығы болады. Ал көкпен көрсетілген бұл жерде эндолимфа сұйықтығы болады. Міне, скала вестибулиде перилимфа, дуктус кохлеаристе эндолимфа және скала тимпаниде перилимфа. Скала вестибули арқылы жоғары қарай көтеріліп, хеликотрема орналасады және кері қарай бағытта скала тимпани деңгейімен перилимфа осы фенестра кохлеаға яғни екіншілік форамен ротундумға соғылатын болып келеді. Бұл қозғалысты бәсеңдетеді деп айтқан болатынбыз. Және үш жартылай иірімді өзекшелер, алдыңғы, артқы және латеральды, олардың ампулаларын көреміз. Және де бұлардың ішіндегі сұйықтық бізде утрикулюсқа барып құяды. Және де ұлы денедегі сұйықтық, яғни дуктус кохлеаристегі эндолимфа, дуктус реуниенс арқылы саккулюске, саккулюс пен утрикулюс өз кезегінде бір түтікке, яғни дуктус утрикуля саккуляриске барып құятын болып келеді, және ол дуктус эндолимфатикуске жалғасады. Акведуктус вестибулида орналасқан, және олардың қапшығы саккус эндолимфатикусқа барып құяды өз кезегінде. Мына жерде дыбыс толқындарының өтуі қалай жүзеге асатынын нақты көріп алсаңыздар болады. Бұл сырттан бастап ішке қарай, яғни сыртқы құлақта орналасқан құлақ қалқаны дыбысты жинақтауға қатысады. Сыртқы есту жолы дыбысты өткізуге және дыбысты қабылдау, бұл дыбыс тербелістерін, яғни туындататын дабыл жарғағы. Осы жерде дыбыс тербелісі туындайды біріншілік, және балғашық сабына манубриум маллиге беріледі. Манубриум малли инкусқа, төстікке, инкус стапеске. Мына жерде синдесмоздар болады. Ал сүйектердің арасында біз диартроз болады деп айтқан болатынбыз. Және стапес арқылы мына жердегі сопақша терезе, яғни форамен овалиде үзеңгінің негізі жауып жатады тікелей, және ол перилимфа сұйықтығын қозғалысқа келтіреді. Перилимфа алға қарай, жоғары қарай спираль бойынша, яғни қозғалып, хеликотрема деңгейінде бізде скала, яғни вестибулиден скала тимпаниға өтеді. Енді скала тимпани бізде кері бағытта жүре отырып перилимфа мына форамен ротундумға барып соғылады. Ал форамен ротундумға барып соғылған кезде бұл толқындар бізде бәсеңдейді. Енді жаңа айтып кеткен болатынмын, бізде рейснер мембранасы бар, скала вестибули жаққа қараған, және мембрана базилярлы мембрана бар. Бұлар да өз кезегінде ішкі жақта дуктус кохлеаристе орналасқан эндолимфаны қозғалысқа келтіруге қатысады. Мына жерде кірпікшелі жасушалар орналасқан, көріп тұратын болсақ, осы кірпікшелі жасушалардан перифериялық жүйкелер арқылы, яғни біріншілік нейронға импульс берілетін болып табылады. Яғни бізде осы дабыл жарғағына келіп соғылған негізгі механикалық тербелістердің энергиясы қалай жүйке импульсінің энергиясына дейін, яғни кортев мүшесінде пайда болатын жүйке импульсінің энергиясына дейін пайда болатынын айтып кеттік. Егер де сабақ пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де түсінбей жүрген тақырыптарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер.
толығырақ видеоларды неврология анатомия деген плейлисттен де көріп алсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.